Мен номері 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің 41 топ білім алушысы Мұсахан Аңкар Асхатқызы. Диплом практикасы. Практика жетекшісі Алтанова Рахат Зауырбековна. Бүгін мен 7 сыныпқа қазақ әдебиеті пәнінен қашықтықтан оқытуды бастаймын. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды жүректен жүрекке әдісі арқылы бір-бірімізге жақсы сөздер айтамыз. Жақсы сөз жарым ерекше демекші. Бүгінгі сабаққа деген жылы лебіздеріңізді айта кетсеңіздер. Жарайсыздар, көп рахмет. Енді алдыңғы өткен тақырып бойынша үй тапсырмасын бір пысықтап өтейік. Алдыңғы өткен тақырыпта сіздерге үйге мына кестені толтыру берілген болатын. Өткен тақырыпта біз Мұхтар Әуезовтің Көксерек әңгімесін өткен болатынбыз. Яғни көркем шығарма деген жерге біз Мұхтар Әуезовтің Көксерек әңгімесін жазамыз. Және оған өздеріңіздің берген бағаларыңызды жазып кетесіздер және себебін түсіндіресіздер деген болатын. Ал енді балалар, қандай жауынгер жазушыларды, ақындарды білесіңдер? Қазақстанның халық қаһарманы, атақты партизан жазушысы кім? Дұрыс айтасыздар, ол бізде Қасым Қайсенов. Яғни бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Қасым Қайсенов, жау тылындағы бала повесі. 1918 жылы Қазақстанның халық қаһарманы жазушы Қасым Қайсенов дүниеге келді. Соғыс жылдарында жау тылында партизандық қозғалыстың қырағы жетекшісі ретінде көзге түскен қазақ батырының өнегелі өмірі мен қайталанбас бейнесін жадымызда тағы бір жаңғыртып өтейік. Экранға назар аударыңыздар. Қазақтың батырлығына басқа ұлттардың батырлығы жете бермейді. Мысалы, тәрі жүр ғой мынау. Талғат Бегелден. Міне, батырды басын айтуға болады. Бегелдентер өзінің батырлығын аспанда, жерде емес аспанда жүріп, 300 рет қайталаған адам. Қасым аға көзі тірісінде замандастарының ерлігін тамсана әңгімелейтін. Ал өзіне келгенде, ерлік істерімді батырлық деп санамаймын деуден жалықпайтын. Сұрапыл соғыста қан кешіп, қарумен қаламды қатар ұстаған қаһарман ұлдың ұрпағына да айтары көп еді. Ұлттық арна арқылы әрдайым сүбелі ойлармен, қызықты естеліктермен бөлісіп отыратын. Қарпат тауы біздің Алатау сияқты биік тау ғой, орманды тау, басынан бұлт кетпейтін, жаңбыр кетпейтін. Міне осы ауа райының қолайсыздығынан 60 адамның 53 адамы қаза тауып кетті дағы, біз аман есен жерге 7 адам түстік. Бұл кісінің өзіне ұнайтын, басқа ешбір атаққа, теңеуге теңгермейтін, өзіне ғана жарасатын, бойына сыйымды аты жөні бар. Ол атақ партизан жазушы Қасым Қайсенов. Ахат Жақсыбаев. Жас кезімде керемет, нәзік жанды, ақын адам боладым. Жас кезімде. Әр нәрсеге жаным ашитын. Әр нәрсені аяйтын. Жәлгесі кішкене бала кезімде далада жатқан бір кішкентай ағашты аяп, түнде қорқаттап, қойныма тығып алып кеп, үйге өзіммен бірге бұлай тығып өзім қасымда ұстайтын. Қасым аға өзінің бүкіл болмыс бітімімен батыр болып жаратылған жан еді. Мұның өзі оның әрбір іс-әрекетінен көрініп тұратын. Ел тәуелсіздігін қуана қарсы алған ол әрбір табысымызға шаттанып, әрдайым өзінің турашыл, ақсақалдық пікірлерін ортаға салып отыратын. Қайсеновтың өмір шындығына негізделіп жазылған тамаша кітаптарын жастарымыздың әлденеше буыны қызыға оқып ержетті. Мұның өзі олардың отансүйгіш, батырда батыл болып өсуіне ықпал еткені күмәнсіз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қарапайымдылығымен, қайсарлығымен, талайды тәнтеткен қазақтың қаһарманұлы Қасым Қайсенов тұлғасы біз үшін өрлік пен ерліктің, азаматтық пен жоғары парасаттылықтың өлшемі.
Ұлттық арнаның бейнеқорында сақталған Қасым Қайсенов бейнесінің ешбір заманда маңызын жоймасы анық. Ер есімнің ел есінде мәңгі сақталады. Ол біздің қанды қасаптан оралмай қалған мыңдаған ағаларымыз бен әкелеріміздің ақырғы көзінде еді. Оған қарап, опат тапқан сол бір ержүрек ұрпақтың келбеті мен қасиетін көргендей болушы едік. Қарағайға қарсы біткен бұтақтай қайсар мінезіне әрі сүйсінуші едік, әрі именуші едік. Бұл жазушы Әбіш Кекілбайұлының Батыр атамыз жайында айтқан сөзі болатын. Қасым ата батырлықтың, ерліктің үлгісін көрсеткен қазақтың қайсар азаматы еді. Ұлт үшін туған ұлды ұмытпайық ағайын. Бүгінгі сабаққа қойылатын оқу мақсаттары: әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау, әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау. Сабақ мақсаттары: оқушылардың барлығы орындай алады, негізгі ақпаратты іріктейді, сұрақтарға жауап береді, ақпарат жинайды. Оқушылардың көпшілігі орындай алады, сұрақтарға жауап береді, жүйелі сөйлемдер жаза алады. Оқушылардың кейбірі орындай алады, ақпарат алмаса да өз ойларын ортаға шықса алады, жүйелі жоспар құрады. Бағалау критерийлері: ақпарат алмаса да сұрақтарға жауап береді, жүйелі сөйлемдер құрайды, шығарма мазмұнын түсінеді. Енді балалар, Қасым Қайсенов деген адам кім? Қазақстанның халық қаһарманы, жазушы, партизан, полковник. Ол 1918 жылдың 23 сәуір күні Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының Асубұлық ауылында кедей шаруа семьясында туған екен. Қасым Қайсенов қазақ әдебиетінде партизан соғыс тақырыбының негізін қалады. Алғашқы кітабы «Жас партизандар», «Илька Витряк», «Жау тылындағы бала», «Жау тылында». Соғыстан кейін Украина жерінде жасаған сапарының нәтижесінде партизан соқпақтары кітабы жарық көрді. Жазушының 60 жылдығына орай «Народные мстители» повестер мен әңгімелер жинағы жарық көрген. Жазушының соңғы еңбегі «Страна моего детства», туған жері Асубұлаққа арналған. «Жау тылындағы бала» Қасым Қайсеновтың 1961 жылы жазған повесі. Повестер автор Ұлы Отан соғысы кезінде жау тылындағы партизандардың басқыншыларға қарсы жасаған зор ерліктерін үлкен тербеніспен суреттеп жазған. Ал енді балалар, сіздерге бірінші тапсырма. Синквейн, яғни 5 жылды өлең. Бірінші қатарға бір сөзбен жазушы жазылады, яғни бір зат есім арқылы. Екінші қатарға жазушыны 2 сөзбен сипатта, 2 сын есім. Үшінші қатарға 3 сөзбен жазушы іс-әрекеті жазылады. Бұл жерге 3 етістік қолданылады. Төртінші қатарға 4 сөзден тұратын жазушы шығармашылығына қатысты сөйлем немесе сөз тіркесін қолдансаңыздар болады. Бесінші қатарға жазушы шығармашылығын сипаттайтын бір сөзден тұратын синоним. Бұл тапсырмаға қойылатын дескриптор сауатты жазады, сөйлем құрылымын сақтайды. Екінші тапсырма. Жау тылындағы бала повесін мазмұндау. Оқушылар 2-ге бөлінеді. Жау тылындағы бала повесінен үзінді 2 топқа бөліп бір-біріне мазмұндайды. Бұл тапсырмаға қойылатын дескриптор шығарма мазмұнын түсінеді, бір-бірімен ақпарат алмасады. Үшінші тапсырма. Жазушының жау тылындағы бала повесінен үзіндіге жоспар құру. Мұнда қойылатын дескриптор жоспар құрады, жоспар құрылымын сақтайды, сауатты жазады. Енді балалар, сабағымызды аяқтай келе, кері байланыс орнатайық. Білім, тақырып бойынша алған ақпараттарым, эмоция, сабақтағы көңіл күйім, баға, жетістігіме берген бағам, сын, өз бойымнан нені дамыту керек, идея, маған келген жаңа ой. Осы берілген сатылар бойынша сіздер бүгінгі сабақта қандай ақпарат алдыңыздар, сабақтағы көңіл күйлеріңіз, өздеріңізге беретін бағаларыңызды және жаңадан келген идея, пікірлеріңізді айтсаңыздар болады. Енді сабақ соңында бағалау, кім сабаққа қалай қатысты. Егер өзім жақсы қатыстым деп ойлайтын болсаңыздар, бірінші медаль таңдасаңыздар болады. Тағы да ақпарат алуым керек деген болса, 2-ші медальді таңдасаңыздар болады, және 3-ші медаль. Үй тапсырмасы жау тылындағы бала
повесін оқу, кейіпкерлерді сипаттап жазу, топтастыру әдісін қолдана отырып, соғыс сөзімен түйген ойларыңды сызба түрінде көрсетіңдер. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.